Басқаға көз салма. Көз салу жегіде жейтін құрт сияқты, бұл көреалмаушыны қинайтын айықпас дерт. Оның басқа дерттерден өзгешілігі кісіге ешқандай сауап та, күнәлардың кешірілуін де алып келмейді. Көреалмаушылық дос келбетіндегі дұшпан деп дұрыс айтылған. Көреалмастық пешке от жағып, одан кейін оған өзі түскен кісідей. Көреалмастық көптеген бәлелердің себепшісі. Ол кісінің мінез құлқын бұзып, оны жақсы істерді жасаудан қалдырады және оны әділетсіздікке итермелейді. Көреалмастық пенденің мазасын алып, жамандықтан басқа еш нәрсе әкелмейді. Сондай-ақ көреалмайтын кісі жаратқанның тағдырына қарсы шығады. Өйткені ол басқа біреудің жаратқан сыйлаған жақсылықтан құр қалғанын қалайды. Кей кездері көреалмастық өсек аяңға себеп болып қалады. Жұрт біреуді сүйіп, біреуді мақтаса, қызғаншақ кісі соған іштарлық қылады және оның қадірін түсіру үшін қаралай бастайды. Көреалмастық кісінің жүрегін қарайтып, өзін бақытсыз қылады. Өйткені ол көреалмаған кісісі оған берілген жақсылықтардан айырылғанда ғана тынышталады. Көреалмас кісі басқалардың бақытсыздығын көріп бақытты болады. Енді осыны бақыттылық деп айтуға бола ма? Отынды қалай жеп тауысса, жақсы амалдарды осылай жеп тауысатын көреалмастықтан, қызғаншақтықтан бізді Алла өзі сақтасын. Жақсылық жаса. Елге жақсылық жасаған кісі басқаға ғана емес, өзіне де пайда алып келеді. Жақсы істерді жасау екі дүниеде де жақсылыққа жеткізеді. Расында, Алла азабынан қорыққан құлдарымен бірге, әрі Хақ тағаланың өздерін көріп, бақылап тұрғанын жадында ұстап, үнемі игі істер істейтін ізгі жандармен бірге. Нахл сүресі 128 аят. Бұл дүниеде жақсы істер кісіге қуаныш пен рахат сыйлайды. Адамның жан дүниесіне тыныштық сыйлап, қайғы мұндарын ұмыттырады және оның өмірін жарық, бақытты қылады. Өзгелерге жақсылық жасау арқылы кісі өзі толық түзеле бастайды. Өйткені басқалардың бақытты болуына жәрдем берумен өзі де бақытты болады. Ақыретте жақсы істері оны жаратқанның сыйына ие қылып, пейішке кіруіне жәрдем береді. Алла Тағала былай дейді: бұл дүниеде өзінің әрдайым Алланың назарында екенін жанынан шығармай, үнемі игі істер істегендері үшін ешкімнің ойына да кіріп шықпаған керемет тосын сый бар. Ақырет мекені болса, әлбетте бәрінен қайырлы, бәрінен артық. Тақуа жандардың ақырғы мекені, тұрағы қандай ғажап еді. Қисапсыз нығметке толы мәңгілік бақыт мекені, атын жанаттары, олар сол жерге кіреді. Ол жерде жайқалған жасыл баулардың арасынан және зәулім сарайлардың іргесінен өзендері ағып жатады. Онда олар не қаласа, соның бәрі табылады. Міне, Алла тақуа жандарды осылай сый-сияпатқа бөлейді. Періштелер ондай тақуа жандардың жанын күпірлік, кешірілмес күнә, зұлымдық атаулыдан ада болған пәк күйінде алады. Һәм оларға: сендерге есендік пен тыныштық тілейміз, істеген игі істерің үшін жұмаққа кіріңдер деп қошемет көрсетеді. Нахл сүресі 30-32 аяттар. Естеріңде болсын, өздерің үшін о дүниеге нендей сауап жолдайтын болсаңдар, оны Алланың дәргейінде орасан зор болған һәм еселенген үстіне еселенген күйде көресіңдер. Мүсәммил сүресі 20 аят. Егер сен қайғырып жатқан болсаң, онда басқаларды қайғы мұңнан арылтуға әрекет жасап көр. Мұқтаждарға жәрдем бер, науқас жаның көңілін сұрауға бар, садақа бер, аш адамды тойдыр, басына іс түскен адамдарға жәрдем бер. Басқалар үшін қолынан келгенше жақсылық жаса. Сонда бақыт пен қуаныш сенің жүрегіңді қалай кернеп жатқанын сезесің. Қонақжай бол, басқаларға қуаныш сыйла, жақсы сөздер айт, құлағанды қолда, жығылғанды жұбат, үміт бер, елдің өмірін жеңілдет, әрдайым көмек беруге ұмытыл. Бұзылған күнәһар әйел шөлдеп өлімші болған иттің шөлін қандырып, су бергені үшін пейішке кіргенін ұмытпа.
Кім шын жүректен Алланың ризалығы үшін және сауапқа ұмтылып жақсылық жасаған болса, ол сөзсіз өзінің еңбегінің жемісін көреді. Әрдайым жақсылық жасаңдар. Істеріңді барынша тиянақты етіп істеңдер. Шүбәсіз, Алла әр ісі тиянақты, игілікке жаны құмар, ізгі жандарды жақсы көреді. Бақара сүресі 195 аят. Алла тағала біздің істеріміздің барлығын көріп тұрады, және ол біз жасаған нәрселер үшін олар онша маңызды болмаса да сый-сияпат береді. Кімге қандай жақсылық жасасаңдар, Алла оны сөзсіз біледі. Бақара сүресі 215 аят. Тіпті жарылғаннан кейін де Алланың және пайғамбардың шақыруына құлақ асып, жаудың ізіне түскендерге, әсіресе олардың арасындағы бейне бір Алланы көріп тұрғандай, жоқ дегенде Алла тағаланың өздерін көріп тұрғанын бір сәтке де қаперінен шығармай, жадында ұстаған һәм Аллаға қарсы келуден барынша сақтанып, тақуалық шеңберінен шықпай әрекет еткен сол мүминдерге үлкен сый-сияпат, зор сауап бар. Әл-Имран сүресі 172 аят. Шүбәсіз Алланың рақымы, игілікті істер атқаруға келгенде, ішкен асын жерге қоятын, ізгі жандарға өте жақын. Ағраф сүресі 56 аят. Демек, әрбір қиындықпен бірге сөзсіз жеңілдік бар. Рас, әрбір қиындықпен бірге жеңілдік бар. Инширах сүресі 6 аят. Қаншалық қиыншылық болса да, ақыры кісіге жеңілдік келеді. Адам қандай бәле-кесапаттарға тап болса да, одан сөзсіз құтылады. Түн қаншалық ұзын болса да, бәрібір таң атады. Бақытсыздық, ауыр жағдайлар және басқа түскен сынақтар біраздан кейін таңы ататын түн сияқты. Тау қырқасына шығу қаншалық биік және ауыр ұзақ болмасын, оның артында жасыл дала бар екенін ұмытпа. Арқан қаншалық мықты болса да, ерте ме кеш пе ол үзіледі. Жылау күлімдеуменен, қорқыныш қауіпсіздікпенен, қайғы қуанышпенен ауысады. Ибрахимді, алейхиссалям, алаулап күйген отқа тастады, бірақ Алланың әмірімен от оған ешбір зиян келтірген жоқ. Алланың үкімімен теңіз ортадан жарылып, Мұса алейхиссалям оның түбі арқылы жаяу өтіп кетті. Дәл сол теңізге Фирғауын әскерлерімен батып өлді. Бәрі өзгереді, бәрі орнына келеді, бәрі жақсы болады. Аз ғана сабырлылық, шыдамдылық және жаратқаннан үміт үзбеу керек.